Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен 2017 жылдын 22 ноябрында расмий белгиленген. Кыргыз эли ата-бабалардын ак эмгектерин ар дайым жүрөктөрүндө сактап келет. Биздин тарых, каада салт, абийир, ар намыс, мекенге болгон патриоттук сүйүүбүз чексиз. Тарых эмне? Ата-баба каада салт. Тарых эмне? Кыйын кезең өткөн чак. Тарых эмне? Талкаланган тагдырлар. Тарых эмне? Жүрөктөрдө күйгөн от. Ойда жоқ жерден ұрғыштап шықты, ойлама елін зарды ұқты. 16-шы жылда дүркін, одар елді қайғыға жықты. Арға жоқ елін Қытайға қачты, асыраш үшін алтындай башты. Жаңғырдай жаған көзінің жашын, арғасыз елін құм чөлге чашты.